Тікелей эфир деген ол дәл қазіргі сәтті көрсетеді. Жалпы тікелей эфирде адамдар ыңғайсыз жағдайға қалатын кездерде болады. Бүгін біз сіздерге тікелей эфирде ұятқа қалған адамдарды ұсынатын боламыз. Сонымен кеттік. Қазір сіздер не болатынын примерно біліп отырған шығарсыздар. Бұл адам тікелей эфир кезінде өте үлкен шоколадты құлатып алады. Ал бұл әйел өнерге қатты беріліп кеткен сияқты, тіпті эфир екенін ұмытып кетті. Тағы да тура сондай жағдай, тек байқаусызда. Бірақ оған қарамастан дым болмағандай тікелей эфирді әрі қарай жүргізе береді. Тікелей эфир кезінде бір әйел келіп кедергі жасай бастайды, ал журналист болса оны итеріп басқа жерін ұстап қояды. Ал мына әйелдің артын қараңыздар. Біреу тікелей эфир кезінде мониторға ұятсыз видео қосып қойыпты. Радио, телеканал. Ал мына әйел тікелей эфир кезінде ыңғайсыз жағдайға қалады. Қараңыздар. Ал мына әйел тікелей эфир кезінде қайықты тексеріп көрмекші болады. Ал нәтижесін өздеріңіз біліп отырсыздар. ақш-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп ыңғайсыз жағдайға қалады. Жалпы бұндай жағдай барлығымыздың да басымыздан өткен шығар. Ал бұл адам тікелей эфирге қатты беріліп кеткен сияқты. Соның кесірінен суға бір шомылып алады. Ал бұл эфир ұшақты тексеру кезінде түсірілген. Ал нәтижесін айтпай қояйын. Ал бұл әйел үлкен болып балалар алаңында репортаж жүргізеді. Бірақ не істеп жүргені түсініксіз. Өзіңе де сол керек. Ал бұл эфир туралы айтпай қояйын, жай ғана тамашалаңыздар.
Сонымен достар, видео ұнаса әрине лайктарыңызды басып арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.